Сәлем YouTube арнасының көрермендері, сіздерменен бірге мен Диас Нұрғалымов. Көпшіліктеріңіз біле жатарсыздар, сіздерге ВКонтактыда сообщениялар келеді. Сенің мынандай жерде осындай фото немесе кез келген ссылкалар келеді. Мысалға, сізге сол ссылкаға кірген соң, сізге сол жерде номер және парольді жаз деп тұрады. Біле білсеңіздер, бұл қазіргі заманның жаңа взлом түрі. Бұл взломды көпшіліктеріңіз білмейтін шығарсыздар. Сондықтан сіздерменен бірге қазір осындай взломның түрін қарастырып көреміз, және осыны қалай жасайды деген сұрақ туындаса, сіздерменен бірге осындай взломның сайтын жасап көреді. Бұндай сайттардың қазір түрі өте көп. Мұндайдың бірін жасау үшін бізге Юкос сайтына кіреміз және Вайтти деп басамыз. Жерде желілер арқылы кіруге болады. Бірақ та Вайтти через OLD деген кнопкаға басамын. Жерде регистрация деп басамын және жерге өзімнің логині мен пароль жазамын, яғни осы жерге тіркелемін. Бұл сайтқа кірген соң адрес сайта деген жерге кез келген атты жөнін жазамыз. Жерде кодты жазамыз, галочка қойып создать сайт деп басамыз. Келесі жерде продолжить деп басамыз. Төмен түсеміз. Жерде продолжить деген кнопканы басамыз. Жерде редактор страниц дегенге кіреміз. Төмен түсіп управление дизайном и модуля деген жерге басамыз. Енді келесі бізге скрипт жазып алуымыз тиіспіз. Ссылка бойынша скриптті жазып аласыздар, немесе осы жерден былай копировать етіп аласыздар. Мына жерге былай қоямыз және мынау жұлдызшалар тұрған жерге біз қазір ссылка қоюымыз керекпіз. Ол үшін FakeGame сайтына кіреміз және регистрацияға басамыз. Жерге регистрация жасаймыз. Кез келген логин жазуға болады. Регистрация сіздерге қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Ешқандай логинді подтверждать ету керек емес. Кейін мына жерде Fake деп тұрған жерге батамын және төмен түсемін. Өздеріңізге қай ссылка ұнайды, сол ссылкаға скопировать деп басасыздар және осы жұлдызшаларын орнына қоямыз. Мына жерде төмен түсіп сохранить деген кнопкаға басамыз. Бұл сайтқа кіруге болады. Бұл сайтқа кірген кезде бізді автоматты түрде жаңағы фейк страницаға лақтырып жібереді. Бұл жерде мысалға түрде жазса және Вайтти деп басқан кезде өзінің страницасына лақтырып жібереді. Ал сол жерде жазған мәліметтер өзіміздің базаға түседі. Ол үшін мына жерде база деген кнопкаға басамыз. Сіздеріңіз көріп отқандай, міне мына жерде жаңағы страницада мен жазған логин мен пароль көрсетіліп тұр. Сонымен осылайша барлығы жасалады. Осы ссылканы басқа адамдарға таратып, импровизациясымен жалған мәліметтер беру арқылы сол адамды осы сайтқа кіргізеді. Ол адам осы жерге кірген соң, логин мен паролін жазған соң, ол мәліметтер, яғни логин мен пароль осы базаға келеді. Осылайша взломның жаңа 2017 жылғы түрі. Бұндай взломның түрлері өте көп. Бұл қазіргі заманның көп тараған түрі деп айтуға болады. Егер осы видео жарыма лайк жинаса, келесі видеоны шығарамын. Ол видеода тағы да осындай ВКонтакт взломать етудің түрлері жайлы айтылады. Мен бүгінге осы. Сау болыңыздар.